Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, нөмірі 174 мектеп-гимназия. Қазақ тілі пәні бойынша 2-ші сынып оқушыларының өзіндік жұмысы. 4-ші тоқсан. Сабақтың тақырыбы: нұсқаулық жазамын. Дара және күрделі етістік. Оқу мақсаты: өлеңді түсініп оқып, оған ат қою. Тақырып бойынша нұсқаулықты жалғастыруға үйрену. Дара және күрделі етістіктерді ажырату. Серпілген сауал әдісі. Сөз таптарын ата. Кәне сөз таптарын атап жібереміз. Етістіктің ережесін еске түсіреміз. Етістіктің сұрақтарын айтамыз. Етістік сөздер бар, сөйлем құрастырып айтамыз. Дара етістік болатын мысалдар келтіреміз. Күрделі етістікке мысалдар келтіреміз. Ережені пысықтау. Етістік дара және күрделі болып бөлінеді. Дара етістік бір сөзден тұрады. Мысалы, жазды, көрді, ұшты. Күрделі етістік 2 не 3 сөзден тұрады. Мысалы, жазып отыр, көріп жүр, ұшып бара жатыр. Балалар, енді нұсқаулыққа анықтама берек. Нұсқаулық дегеніміз белгілі бір жұмысты орындау кезіндегі ереже мен тәртіптер жиынтығы. Әрдайым есте сақтаймыз. 46-шы жаттығуға қараймыз. Берілген тек сөздерді пайдаланып, тұңғыш ғарышкер тақырыбында әңгіме құрастырып жазамыз. Тірек сөздер: 1961 жыл, 12 сәуір, тұңғыш рет, Байқоңыр, ғарышкер, Юрий Гагарин, ғарыш айлағы, ұшты, әйгілі болды. Осы сөздерді міндетті түрде пайдаланып, тұңғыш ғарышкер тақырыбында әңгіме құрап жазамыз. Қазақстан ғарышкерлері туралы энциклопедияны біліп аламыз. 46-шы жаттығуды орындап болсақ, 47-шы жаттығуға қараймыз. Ребусты шеш. Шешуіндегі сөз туралы білетініңді айт. Еліміздің рәміздері туралы біліп ал. 48-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, мақалды көшіріп жаз. Яғни, мына жерде тұрған көп нүктенің орнына не істеткенбіз? Тиісті сөздерді жазаткенбіз. Қатесіз, әдемілеп, көркем етіп көшіріп жазамыз. 48-ші жаттығуды орындап болған соң, 49-ші жаттығуға қараймыз. Кестені тиісті етістіктермен толтырып жаз. Дара етістіктер және күрделі етістіктер. Мысалы, дара етістікке жаздық: тікті. Күрделі етістіктер: тіге алады. Дара етістікке жазайық: оқыды. Күрделі етістікке не деп жазамыз? Яғни, осы кестені бірнеше сөзбен толықтырамыз. Дара және күрделі етістік туралы не білеміз? Не білесің, не білдің, нені білгің келеді? Осы 3 сұраққа жауап жазамыз. Орындалған тапсырманы электрондық пошта немесе WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы жібереміз.
Бейнебаянды дайындаған бастауыш сынып мұғалімі Нұргүл Сенбек. Сау болыңдар балалар, келесі сабақта